Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен арнамда құрамына сүзбе қосылған өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға қамырын даярлап алу үшін ұн және де сары майымызды салып, жақсылап үткіштен өткізіп, қолымызбен араластырып аламыз. Содан соң бөлек ыдысымызға жұмыртқа және де қантымызды қосып, қантты жақсылап ерітіп аламыз. Және де ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, жаңағы бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Қамырын даярлап болған соң, салмасын даярлағанша қамырды тоңазытқышқа салып қоямыз. Содан соң бөлек ыдысымызға сүзбе, қант және де жұмыртқамызды қосып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Және де миксердің көмегімен біркелкі болғанша миксерлейміз. Міне сүзбеміз осылай болып шығу қажет, және салмасы дайын болды. Содан соң қамырды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу және кішілеу бөлікке бөліп аламыз. Үлкендеу бөлігін оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Қамыры дайын болған соң қалыпты сары майдың көмегімен майлап аламыз. Және де қамырды бір тегістетіп қалыпта орналастырамыз. Міне қамырдың үстінен шанышқының көмегімен осылай із қалдырып шығамыз. Және де алдын ала даярлап алған салмасын салып аламыз. Қамырдың екінші бөлігін дәл жаңағыдай етіп жұқалап жаямыз. Және де әдемілеп бірнеше бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Содан соң сүзбенің үстінен әдемілеп орналастырамыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Сондықтан егерде бұзылып кеткен жағдайда қайтадан алып, барлығын қосып, қамыр илеп шығуыңызға болады. Міне барлығын әдемілеп даярлап алдық, және де қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Міне пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.